Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бір қамырдан пирожки және күлче нан пісіруді үйрететін боламын. Өте жұмсақ, сондай ұзақ уақыт сақталатын нанның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен біз менде салқын сүт 500 граммдай құйып алдым. Енді жылы болу үшін үстіне суымды құямын. Кішкене жылы болды. 100 граммдай сары майымды саламын. Одан бөлек жұмыртқамды саламын. Біраз қасық қант және бір шай қасық тұз. Шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Майды ерітіп қойсаңыздар да болады. Бөлме температурасында тұрған майды салсаңыздар да болады. Менде юфа дрожжи бір жарым чайный ложка, яғни бір жарым ас шай қасықты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте еленген біздің ұнымызды салып, жай-жаймен араластырып аламыз. Қолдың көмегімен осылай елейміз. Қамырымыз қатты немесе тым жұмсақ болып кетпеуі қажет. Жаңағы бір қалыпты тығыздықта иленген қамыр өзінің жаңағы жұмсақтығын ұзақ уақыт сақталуын ұстайды. Жұмыртқа салу себебіміз, жұмыртқа жаңағы қамырымыздың арасын майда шариктер дейді ғой. Сондай етіп өте ұзақ сақталуын, жұмсақтығын береді. Ал егерде жұмыртқа салмай жасасаңыздар да болады, бірақ ол уақытта қамырымыз аралары жаңағыдай майда шариктер болмай, дәу шариктер болып кетеді. Сіздерге осылай түсінікті тілмен айтайын. Түсінікті етіп айту үшін осылай. Жан-жағын бәрін жақсылап жинап аламыз. Міне, осы ортада кішкене ақ май құйып жіберіп, қамырымызды жинап аламыз. Кішкене ғана, көп емес, міне көріп тұрғандарыңызда кішкене ғана ақ май құямыздар. Қамырымыздың жан-жағын бәрін осылай жинап аламыз. Қамыр бізде өте әдемі болып шығады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Енді бетін жауып, көтерілген бір 40 минут, 30 минуттай күтеміз. Сіздердің жаңағы бөлме температурасына байланысты
күтуге болады. Міне менің қамырым ашыды, 2 есе көтерілді. Енді осы қамырымызды 2-ге бөліп, 5 күлше нан және қалғанын жаңағы пирожки жасайтын боламыз. Ең алғашқыда көз мөлшермен бөліп алдым. Сіздер өз қалауларыңызша үлкен кіші қылып жазсаңыздар болады. Және осылай суалап шықтым. Енді табамызды майлап аламыз. Мына 5 күлшемізді арасын алшақ етіп орналастырамыз. Көтерілгенше кішкене уақыт күте тұрамыз. Ол уақытта қазір өзімнің пирожки жасайтын зуаламызды жайып аламыз. Пирожки жасайтын зуаламызды осылай майда бөліктерге бөліп зуала жасаймыз. Дайындап қойған картоп езбесін немесе өздеріңіздің қалауларыңызша жаңағы 40 қабат салсаңыздар болады салмасына. Менде картоп езбесін осылай қамырымызды жайып арасына саламыз. Дәл осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп, барлығын осылай тақтайшаның үстіне қойып шығамыз. Енді кезекте осы арада біздің қамырымыз кішкене көтерілді, демалды. Осылай қолдың көмегімен жайып шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт болса күнжіт, немесе сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Бұл әдемілік үшін жасалынып жатқандықтан өз қалауларыңызша қолдансаңыздар болады. Жағып болғаннан соң мен қара күнжіт қолдандым. Осы ортада пешімізді 180-200 градусқа қоямыз. Қыздырып пешімізді. Міне осылай болып шықты. Кішкене көтеріліп қалады оған дейін. Енді кезекте біздің пирожкиіміз көтеріліп тұр. Бұны да бетіне жаңағы пирожкиімізді бетіне жұмыртқа жағып духовкаға саламыз. Сіздің духовкаңызға байланысты өзіңіз ыңғайыңызға келтіріп пісірсеңіз болады. Міне менде пирожкилерім пісіп шықты. Сіздерге ұнаса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.